Пластырды алдым да, оны жыртып құлағымның жанына алдыңғы жағына жабыстырдым. В общем, балалармен далаға шыққан кезде терлейміз. Одан кейін суықта жүреміз. Содан бір суық тиді ма білмеймін. В общем, осындай ауырсынулар пайда болды какой-то. Сосын құлағымның алдына өйстіп жабыстырып қойдым екі жағына. Одан кейін артына жабыстырамыз. Бұл пластырды негізі 48 сағат жабыстырып жүруге болады. Ауырсыну, қандай да бір аурулар болады ғой. Остеохондроз, грыжа дегендерге мықты көмектеседі. Гайморит, суық тиген, кеудеге, арқаға, в общем, жабыстыра беруге болады любой жерге. 48 сағат жүресіздер. Құрамында қызыл женьшень бар, емдік шөптер бар, сертификаты бар, халықаралық. Одан кейін халал деген, 100% халал деген сертификаты бар. 48 сағатты жүре алмайтын шығармын мен, бірақ хотя бы таңға дейін ұстап көрейін. Ой, қасыма жабысып қалды. Жарайды, көреміз. Сосын ең соңғы 2 штугын мен аламын да. Қараңыздар, мен бір пластырды бөліп қаншама жерге жабыстырып тастадым. Осылай істеуге болады. Мата сияқты осылай алынады, бір жақсы иісі бар. Кішкене қыздырады. Осылай мұрным бітеліп жатыр, тоже жабыстырып қойдым. Тамағыма да жабыстырып қойдым. В общем,